Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, сіздермен Руслан Өтепбай. Редакциямыздан қажылыққа бару керек болған бір топ адам көмек сұрайды. Айтуларынша, олар 6 сәуір күні қасиетті мекенге аттану керек болған, бірақ тақалған кезде қолдарында билет те я ақша да жоқ. Мәселенің мән жайын білу үшін дәл қазір сол кісілермен сұхбаттасып көреміз. Умра сапарына аттанбақ болған 40-қа жуық адам тәуелсіз бағдарламадан көмек сұрайды. Айтуларынша, олар Travel компаниясынан қажылыққа жолдама сатып алған. Алайда компания халықтан ақшаны алса да қажылыққа жібермеген. Бұл компанияны Ильяс Сәриев жарнамалаған, ал мекеменің басшысы Ақтоты есімді келіншек. Кей деректерге сүйенсек, Ильяс осы компанияның ашылуына мұрындық болған. Travel компаниясы ашылды, сіздерде хабарласыңыздар, ең бірінші. 30 умраның ішінен сіздердегі де бұйырып қалсын жастар, ата-аналарыңызды, бауырларыңызды жіберіңіздер. Ашылды, Алла разы болсын. Жақсы істе, жақсы. Travel'дың офисына келіп, Ильястан сұхбат алдық. Аты шулы блогер бұл іске менің қатысым жоқ деп әңгімені ақталудан бастады. Енді бұл кезде шын айтайын, компанияның енді қыздардың лақтырып отқанынан болып отқан дүние ғой енді. Елдің алдында жүргеннен кейін Руслан бауырымызда келіп, бәріміз де уайымдап жатырмыз енді. Алға қалса уайымдамаңыздар, 11-нен 12-сіне қарағанда ұшады деп айтып отырмын ғой. Мен жауапкершілікті мойнымызға алдық, шығамыз. Бәрі жақсы болады. Сәуірдің 7-сі күні 40 шақты адам қажылыққа сапар шегу керек болған. Алайда компания құлшылық жасамақ болған жамағатқа визада әуе билет те алмаған. Ең сорақысы Travel компаниясынан қажылыққа жолдама алып, бірақ өзінің қаражатымен барып келген 60 адам бар екені белгілі болды. Солардың біріне Ильястың көзінше видеомен хабарластық. Ильяс мырза, мынау негізі вообще бар ғой. Аллах тағала көріп тұрғы вообще ұят қылдыңыздаршы, сіздерші. Мен бұл мәселеге лишний өзім бұл мәселеге жауап бермеймін, нақты. Қалай жауап бермейсіз? Сіздің тікелей қатысыңыз бар деп бәрі айтып жатыр ғой. Бәрі айтқанда мен тікелей қатысым, мен каждыйына соғып өзім жауап беріп жатырмын, каждыйына. Чтобы компанияның абырой үшін себебі мен бұл компанияның кезінде жарнамалағанмын. Қаншама жандарды жібергенмін, сондықтан мен компанияның абырой үшін жұмыс жасап жатқан азаматпын. Елдің алдында жүр. Енді абыройына нұқсан келіп отыр ғой. Абыройға нұқсан келіп отыр. Соны реттеуге мен енді айтып отырмын, жауапкершілікті мойнымызға аламыз деп. Дұрыс қой, енді бұл таяқтың бұрышы, басшысы және сізге тиіп отыр ғой. Маған да тиеді. Енді басшысы жарнамалағаннан кейін. Басшысы жоқ, содан кейін обращениені сізге айтып жатыр. Дұрыс. Енді қараңыз. Ары қарай жалғастыра беріңіз. Руслан мырза, айтайыншы мен, сіз айтып отырсыз ғой, қазір мен просто кезінде жарнамалағам анау-мынау деп. Мен просто осы күнге дейін Алла куә ғой, сізді қатты жақсы көрдім. Сіз ауырған кезде сізбен бірге қосылып жыладым. Қаншама мен деген 500 мыңдап, 200 мыңдап сіздің қайырымдылыққа ақша аударған жанмын да, мысалға. Енді оқырман қараңыз, сол үшін де. Сіз қараңыз, айтып қосыңызшы сөзін. Мен сөйтіп тыңдаңыз. Мен Алла куә ғой төбемдеше, мен сол жақта отырған кезде, мен шын айтамын, мен сізге күйе жұқтырған жоқпын да, потому что мен сізді Инстаграмда былай енді сондай азамат ретінде қабылдаған жанмын да, өзім шын айтам, өзімнің почти жерлесім екен деген сияқты сондай бір жақсы ниетте болдым да сіз туралы. Сонда айтып жатқан кезде, ой, ол мошенник, анау мынау деп қаншама әңгімелер болған кезде, Аллах куә төбемде, мен сізге шаң жұтқан жоқпын, жоқ ол ондай жігіт емес, может бір түсініспеушілік бірдеңе болып жатқан болар деп та, сонда уже нақты айтылды да, ол жерде тікелей осы компанияға сіздің қатысыңыз мен уже сене бастадым да, кәдімгідей прямой осы неге компанияға сіздің қатысыңыз бар деп мен естідім. Сосын мен уже кәдімгідей уже не істеп бастадым да. Содан кейін уже біздің қажылар уже сізге жаңағы заявление жазып жатыр, Ақтоты ханымға заявление жазып, уже сіздерді іздеп сөйтіп жатыр. Барамыз ғой, бірақ нақты айтып отырмын ғой, мен сол үшін елдің алдында жүргеннен кейін, сіз жаңа айтып отырсыз ғой, маған сендім дегеннен кейін мен шығып жатырмын, что ертең күні менің де атыма кір келмеу үшін мен міне Руслан бауырымызбен келе жатқанын білем. Сондықтан мен алдын ала келіп қажылармен де мен де кездесіп жатырмын. Мен мына жерден камерадан еш нәрседен қашып жатқан жоқпын. Елдің алдында жүргеннен кейін сіздердің алдарыңызға шығып жатырмын. Негізі өткен документ жүзінде еш нәрседе бұл нәрсеге просто мен жарнамаладым, қаншама қажыларды осы жерге апардым и өзім де бардым. Сондықтан сол мәселе үшін мына жерге келіп жауапты болып тұрған мен қазір өзіммін. Жақсы. Айтып отырмын ғой сіздің. Жалпы сіздердің талаптарыңыз ақшаны кері қайтарып алу, дұрыс қой? Руслан мырза, ойлаңызшы, мен қараңыз, мен жолдасым мысалға 1 800 000-ге 3 адамға путевка алдыма,
сосын мен дейтін 5 күн жаттым Алматыда ше, квартира снимать етіп, ладно, оны қоя беріңізші, бұл елімізде ғой, өзіміздің ондай бір қымбат емес. Ана жаққа барғанда менің күйеуім дейтін маған күніне 100 000 теңгеден салып отырды. Енді ойлаңыз, Руслан мырза, не транспорт жоқ та біздерді айдалаға бір 15 километр жерге апарып тастағанда қақпадан ше, мысалға, ойлаңыз, адам басына минимум 100 реалдан алып тұрды, потому что Рамазанның соңғы 10 күні ол жерде таксилер де 2 есе қымбаттап кетті, тамақ тоже 2 есе қымбаттап кетті да. Получается, өзіміз гостиницаға төлеп жатырмыз ит болып. Мен ана жақта мысалы, ладно, мен сол кезде ақшам болды, мен берген шығармын да, менен басқа қаншама адамдар до такой степени қажылар жүрді да, үлкен кісілер, маған за них обидно стало. Олар жүрді да, прям бүйтіп ойлаңызшы, Руслан мырза, сіздің анаңыз сияқты, әкеңіз сияқты адамдар прям андай етіп жүрді да, мына жақта біреу ауызашар береді ма, қарнымыз аш деген сияқты, шын айтам бар ғой, мен обидно болды маған ше. Байқұстар кім ауызашар береді, кім тамақ береді деп күтіп жүрген кісілер болды ғой ішінде. Мен өзім үшін демей, біреу ауызашар береді ма, қарнымыз аш деген сияқты, шын айтам бар ғой, мен обидно болды маған ше. Байқұстар кім ауызашар береді, кім тамақ береді деп күтіп жүрген кісілер болды ғой ішінде. Мен өзім үшін емес, маған сол кісілер үшін обидно болды ше. Мен шамам келгенше сол кезде ауызашар жасадым, сол жерде басқа кәсіпкер ағаларымыз тоже жасады. Алла разылық үшін сол кісілерді тамақтандырайық деп та, ойлаңызшы. Бір кісі бар, вообще құлағы естімейді, бір апа бар, инвалид коляскада жүреді, бір апа бар, совсем көзі көрмейді, ойлаңызшы. Жақсы. Жақсы, мен сізді түсіндім. Қайта хабарласам жақсы ма? Уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Жақсы. Ильяс, айналып келген кезде бәрі сенің оқырмандарың ғой. Мына кісілер Ақтотыны танымайды. Танисыздар ма Ақтотыны? Самат деген жігіт танисыздар ма? Енді жаңағы Олжасхан, Ахи дегендерді мен де танымаймын. Жас балалар шығар. Бұл кісілер енді бір Египетқа емес, Шарм-эль-Шейхқа емес, қасиетті мекенге бар жатыр ғой. Енді қараш, бәрі алдында тұр, қас-қатар тізіліп. Жаңағы барып келгеннің әңгімесін естідік. Бара жатқандар бұлардың әңгімесін естіп, бұл кісілер де ойланып қалған шығар, не болады деп. Мен сіз айтып жатсыз, менің қатысым жоқ, мен тек жарнама жасаушымын деп. Енді бұл жерде бет, жүз сіздікі ғой, келбет, абырой. Қараңыз, Руслан бауырым. Қаншама халық та біледі, мен өзіңіз де білесіз, қаншама жақсылықтарда жүргенбіз, қаншама нәрсеге себепші болғанбыз, қаншама қажылар мені себепкерлігімен барып келген. Бірақ сол үшін де мен келіп жатырмын алдарыңызға. Айттым ғой, кешеде де шығып жатқан сол үшін де мен бүкіл компанияның абыройы түспесін деп әрекет жасап жатырған азаматпын, шыны керек. Енді ол жерден жарнамаладым, жүрдім, ертең күні таяқтың бір ұшы маған тиетін мен білем. Сондықтан открытый түрде, чтобы ол нәрсе мен алдарыңызға келіп, түсіндіріп те жатқаным сол. Алла бұйыртса, осы қажылар 11-нен 12-сі қарағанда ұшады, және енді ондай компанияда осындай жағдай қайталанбайды деген ойдамыз. Енді Алла бұйыртса, бірақ енді қаражаттар толықтай маған ешқайсысы да түскен жоқ. Енді оған мен компанияның өзі айтып отыр, 9-ында жауап береміз деп, сондықтан күтеміз енді Алла бұйыртса. Жарнама жасадыңыз ғой, жарнаманы тегін түрде жасадыңыз ба, ақылы ма? Жоқ, жарнамаған өзінің жаңағы берген қажылардың жауапкершілігін аламын. Мысалы бір қажыға сыйлық берем, мен өзім атына бергеннен кейін компания жауапкершілікке алады. Сөйтіп сондай түсінбедіңіз. Бақытырыске не болды ғой енді. Қараңыз, сіз бұл Travel'ге қатысыңыз жоқ, тек жарнама беруші, жарнама алушысыз. Жарнама алушы. Енді Travel сіздің жарнамалық қызметіңізге ақы төледі ма? Ақы төлеген жоқ, бартер скенемен жасадық. Жаңа айтып отырмын, қажыларды жібердім, тегін. Сізге қандай пайда сонда? Жоқ, енді жақсылықта жүргеннен кейін мен Алаш Travel'да да жасадым, жаңа Travel'да да жасадым. Сондай мәселеде жүргеннен кейін бір компаниямен жұмыс жасадым. Әлде сіздің жарнамаңыз арқылы келген болашақ қажылардан сіз үстемақы аласыз ба компаниядан? Жоқ, ондай ешқандай. Мысалы, сенің атынан 10 адам келсе, 2 адамның ақшасын саған берем деген. Жоқ, ондай нәрсе жоқ. Ондай нәрсе алған жоқ. Сонда тек Алла разылығы үшін ғана жұмыс істедіңіз. Алла разылығы үшін, сосын өзінің жаңағы адамға біреуге сыйлаймын, сол адамға жіберіп берші деп айтамын. 9 күні ақшаны қайтарамын деді бұл кісі. Ал өзі ешқандай финансовый басқа жағынан не қатысы жоқ болса, бұл кісіге ана жақтан ақша төлемесе өз қалтасынан бере ма маған мысалы? Қандай кепілдік береді деп жатыр ғой енді? Келеді, бастық келеді, 9 күні сіздермен осы жерде офиста бәріміз сөйлеседі. Сол үшін мен айтып отырмын, 9 күні мен де боламын жауап. Жақсы, енді әңгімені тоқыта былай қылайық. Апай, қараңыз. Бұл желсөз емес. Желсөз болса жауап береді. Қараңыз. 9 күні мен де келем осы жерге. Өліп қалмасам, Алла амандығын берсе. 9 күні сіздер сатырлатып ақшаларыңызды алмасаңыздар, соңына дейін барасыздар ма? Жақсы, енді не түсіндім. Мен қайным мамасына акциясын алып берген. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, қайсысың? Сіз қажылыққа кімді жіберер едіңіз? Анам мен анамның сестренкісің ғой. Ол кісілер қайда қазір?
Ол кісілер Шымкентте. Қашан бару керек еді? 7-сіне бүгін шығу керек еді ғой негізі. Енді жоспар не? Қандай талап арыздарыңыз қандай? Міне, Ильяс Сариевтің өзі тұр, Мен айтыңыз. кеше емес, алдың күн Ильяспен сөйлескем өзім, прямо. Иә. Бұл айтты маған, воскресенье күні визаны жіберем, понедельник күні онлайн билеттерді жіберіп қоям. Мен еркекше сөзімді берем деп айтқан маған. Сосын сөз орындалды ма? Жоқ, орындалған жоқ. Бүгін мұны понедельник онлайн билет ештеңке жоқ. Кеше воскресенье болды, виза да жоқ. Виза бір айтарлықтай проблема нәрсе емес қой, жасаушы. Бауырым, атын 20 минут 15. Алмаз болады, Алмаз. Алмаз, қарашы, ендігі талап арызың қандай, соны нақты айтшы Ильястың өзіне. Мен ақшаларымды алып басқа компаниямен жүрсем ба деп отырмын. Қанша сома? Жалпы сома қанша екі адамға? 1.100.000 ғой. 1.100.000-ді қайтарамыз ба, Ильяс? Қайтарамыз, иә. Қай күні? 9 күні. 9 күні қайтарам дейді, не дейсіз? Болды, 9-дан болса күтеміз оны. Ютуб не алатын емеспіз. Ағайын, халық Ильяс алдарыңызда тұр, өзінің уәдесін берді. 9 күні ақша қайтады деді. Ал баратындарды 12-сі жіберем деді. Дұрыс қой? Дұрыс. Егер осы уәде орындалмаса, барлықтарыңыз, мен де куәмін, полицияға барып арыз жазасыздар. Бұл жерде жарнама жасадым, қатысым жоқ, Ақбөпе, Ақтоты дегендерді полиция қарамайды. Оның барлығының факті бір. Ильяс оны өзінде біліп тұрсын. Мен қарғайын десем жалғызым, қарамайым десем жалмауызым болып тұрсын қазір. Бұрыннан бері біздің бағдарламада келгенсің, талай жақсылық жасағансың, оның ел куә. Бірақ халық маған хабарласқаннан кейін мен халықтан биік емеспін. Дұрыс. Ертең күні бұл кісілер мен де халықтан биік емеспін. Сол үшін алдарына келіп жатырмын. Кеше де келіп түсіндіріп жатқан сол ертең күні таяқтың бір ұшы бар. 5 күні түсіндіріп жатқан таяқтың бір ұшы бар. Ертең күні маған тиема деп. Неге енді осы жағдайға жеткізбей, офисқа барлығын жинамай, барлығы енді өздерінің үйлерінде болды ғой, сол кезде айтпадыңыздар алдын ала? Енді ол мәселені мен шын айтамын, потом біліп жатырмыз ғой, естіп жатырмыз қыздардың ошибкасы, қыздардың қателігі. Демек, мынау Ақтотымен сіздің байланысыңыз дұрыс емес пе? Дұрыс емес, иә. Біздер дейтін сыртынан қарап отқан жігіттерімді жарнамалаймын. Қараңыз, енді сіз де Ақтотының үстінен арыз жазуға барсыз ба? Жазу керек болса жазамыз енді. Егер сон, бірақ енді ондайға апармайық деп жатырмыз ғой, ондайға мәмілемен жақсылықпен шешейік деп бәрінде айтып жатырмыз ғой. Жақсы, 9 күні ақша алатындар да, 12 күні баратындар да 9 күні түскі сағат 11-де дәл осы жерде жолығайық. Ильяс, жігіттік сөз. Иә, жолығайық. Күндіз 11-де 9 күні осы жерде жолығайық. Алла амандығын берсе. Көз ашып жұмғанша 2 күн өтті де кетті. Бүгін 9 сәуір. Қазір MM Travel'дың офисына келдік. Сонымен блогер Ильяс Сариев өзінің уәдесін орындай ма? Дәл қазір көреміз. Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Амансыздар ма? Ильяспен байланыстадыңыздар ма? Мен. Не дейді Ильяс? Қазір басқа жердің офис қарап жатыр, мына кісілер шулайсыңдар деп кіргізбей отыр екен. Ақтотыға түнде жазыпты. Ақтоты маған қазір айтып тұр дейді. Ақтоты қайда? Білмеймін қайда екенін. Жоқ, бүгін келеді деп еді Ақтоты. Қазір өзіне сұрайын. Алло. Алло. Ильяс. Телевидениенің кісі, біздің өзіміздің кісілердің бәрі осы жерде жиналып тұр. Тезірек келіңізші. Я қазір ана реттеп алайын енді ана жерде. Ильяс, ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Руслан ғой, амансың ба? Қалайсыз? Мына жерге жолуға болмайды деп еді? Осы жердің басшылығы? Иә, ана офиста 520-шы ненің кілтін бермеді деп кеше айтқан ғой, ескертіп. Жаңа маған таңертең айтып отыр. Енді қазір басқа жер табу керек, Алла бұйыртса деп. Бір коворкинг центр аласызшы осы жерлердің жақын жерлерге? Иә, бір не деп қарастыру керек та, қазір айтып қойдым, қарастырыңдар тез етіп. Сіз өзіңіз қайдасыз? Мен неде, Қаскелеңде, жұмыста қазір шығып барам бер. Қаскелеңде? Сағат 11-де деп қайт. Ильяс, мен бұл жерде сағат түнгі 11-ге дейін отыра алмаймын ғой, сағат 11-де келем дедім ғой. Кеше солай уәделестік қой. Қаскелеңнен келем дегенше 2 сағат қой, 1-ге дейін. Енді бәріміз осы жерде шулап отыра береміз ба? Айтыңдаршы. Ильяс, мына жақта аналарымыздан үлкен кісілер отыр ғой, бұлар енді сен келем дегенше отыра ма осылай, сабылып. Алло.
Ол мәселе бүгін кеше алдында айттық қой, бүгін мәселелер шешіледі деп, бара алмайтындардың не істейтін болса ақшалар қайтарылады, баратындар болса олардың да несі жіберіледі деп айттық қой. Жоқ, енді қаншада офис мәселесін шешіп алу керек та, оны аяқ астынан жаңа біліп отырмын да. Жоқ, офис, ладно, офисті қойшы, сен өзің жоқсың ғой. Офис керек емес бізге. Далада паркте ақ шеше аламыз ғой мәселені. Сағат 11-де деп уәделестік қой. 11-де осы жерде тұрмайсыңдар ма енді, қатырасыңдар. Хотя біреу Ақтоты қайда, өзіңіз қайда? Мысалы, маған түк қатысы жоқ тема, бірақ мен 11-де келіп тұрмын ғой. 10 минут кешіккеніме өкініп тұрмын мына жерде. Енді Ақтоты қайда? Жарайды, сіз Қаскелеңдесіз. Ақтоты білмеймін, соғу керек па? Жоқ, соғу керек болғанда Ақтоты келеді деп едіңіз ғой? Бүгін Ақтоты келе алмайым деп айтты ол. Мен баруым керекпін. Бұсан? Енді сен неге Ақтоты келмесе өзің осы жерде отырмайсың, сағат 10-нан бастап күтіп адамдарды? Қалайсыздар деп. Сен Қаскелеңде жүрген несі? Енді ана жерге жаңа барам деп отқаным ғой, жаңа. Жоқ, бұл жерді сылтауратпашы, бұл жер керек емес. Далада сөйлесе саламыз. Қыстың күні емес қой. Барам біз ол. Мен барам ғой, мен бара беремін ғой. Енді келе берсейші, енді 11-де адамдардың бәрі отырған сияқты. Керек емес, офис іздемей қойшы. Сіздер баратындарсыздар ма, әлде ақша қайт? Жоқ, бүгінді билет алып бере алмаса, бүгін құттық критерін айтпаса, біздің үш адамның онда ақшасын қайтарсын дейміз. Біз апарам дегесін сеніп келіп отыр. Бүгін 9 күнде ұшатын рейс бар екен, 11 күнде ұшатын бар екен. Басқа немен шайық енді құрсын отыра береміз ба? Жоқ, сіздер аппарат дегенге сенімсіздер ма? Енді өзі айшы уәде берді апарат. Өзі уақытында 11-де кел деді ма, 11-де келу керек. Ол енді 11-де де келе алмай отыр. Ол арзанда ол қандай болатын мен өзім білмеймін әйтеуір. Айта алмаймын ештеңе. Шамал сенімсіздіктеу сияқты. Анау алдында мен сұхбаттастым ғой, видеозвонокпен көрдіңіздер ғой, бір әйел кісімен барып келген. Сол кісі сіздерге аманаттап СМС хабарлама жіберген. Аты ма? Айнұр, атын білмейді екен. Сіз кіммен сөйлескен адамыңыз? Міне. Руслан мырза, анау кетейін деп тұрған группаға айтыңызшы, өтініш жасап айтыңызшы, міне біз қазір зәбірге көріп келіп отырмыз ғой, кетпесін, бармасын, қаңғырып қалады, ана жақта бар ғой, ол жақта Қазақстандағыдай арзан емес, бәрі нәрсе қымбат, мына жақтан 2 есе 3 есе қымбатшы, қаңғырып қалады, шын айтамын, қарызға батып кетеді, кредит алады, мысалға, қиналады, қатты қиналады, бармасын, ол жақта дым-зат дайын емес, не қонақ үй дайын емес, қазір өйтіп билеттен алып ұшып жібереді ғой да, ана жаққа барғасын маңғыртады оларды, бармасын, өтініш қылып айтыңызшы, ақшаларын қайтарсын лучше. Мен енді міндетім аманат жеткізу, ары қарай өздеріңіз ойланасыздар. Сағат 11-ден 1:30-ға дейін Ильясты күттік. Ильяс келмеді, және осы екі ортада пайдаланып, Ильясқа тағы да бір алданған жан бар екен. Ол да Алматы қаласында тұрады. Қазір сол бір кісіге барып, мәселенің мән-жайымен танысамыз. Ассалаумағалейкум. Осы үйде тұрасың ба? Есімің кім? Сұлтан? Үйде кім бар? Әжем бар. Әжем бар. Гуля ғой, а? Иә. Анам ба, әжем ба Гуля? Әжем. Әжем? Ассалаумағалейкум. Гуля тәте? Да, саламатсыз ба? Қалайсыз? Амансыз ба? Рұқсат па кіруге? Саламатсыздар ма? Мынау не ғой, микрофон? Мына жаққа енді жақынданышы, дұрыс өлінген жоқ. Мына жаққа кіре беріңіздер. Шешпесеңіздер де болады. Жоқ, шешейік. Кіре беріңіздер. Атамен біздің бөлме ғой. Свет бар ма? Бар. Қосып жіберіңіз, ә? Қазір қосам. Өтіңіздер мына жерге. Мына жерге келіңіз апа өзіңіз. Келдіңдер ме жаным, бізді де қорғайтын адам бар екен ғой. Апа, не жағдай болды? Мен өзім біреуге жамандық қылатын адам емеспін, біреудің үстінен арысқан адам емеспін, біреуге қол жайып, ақша сұрап, осынша бала өсіріп, тіленген адам емеспін. Ильясты Алланың өзі жіберді. Содан? Өзі тауды, балаларды көшеде мұсыр теріп жүреді, мінесінен мұсыр бар ғой. Қазір басынан бастайықшы, қанша балаңыз бар? Менің өзімнің 5 бала шағам бар. Содан? 28 немерем бар. 3 ұл 2 қызым бар, өзімнің. Енді Ильяс қандай уәде берді сіздерге? Ильяс
бірінші үйді алды келді да баланы көшеде көрді да баланы. Қай баланы көрді? Шақырымда біздің мына тамда біздің балдарды шақыра сонда бәрі өсіп. Аты кім? Қай баланы көрді? Бекзатты. Бекзатты көрді, сосын? Бекзатты көрді да мен де білмеймін, ешкім білмейді, үйге келді дағы. Суретке түсірген сол жерде. Видеоға түсірді? Сол жақта. Бекзат деген кім? Мына Бекзат. Ассалаумағалейкум. Мына жаққа отыра бер, бар келе берсін, төртеуі. Сосын? Кейін бір кезде мен жоқпын, мен жұмыс істеймін кезде. Сөйтеді да үйге келеді да, атам неде жатады, инвалид. Ата екеуін суретке түсіреді. Болды, ана мамасы. Мамасы да білмейді, мен де білмеймін. Бұл Бекзаттың анасы ма? Анасы. Отыра беріңіз, саламатсыз ба? Ке, Айзера. Айзера кел. Балам. Сосын? Сонымен үйге келеді да, ата екеуін суретке түсіреді бұларды. Мына бәрі мынада бар. Осы үйде, үйде түсіреді. Есінана мұсырларды үйде түсіріп, кейін мені шақырады. Мен айттым, үйге олар түсіргеннен кейін сразу шығып кетті бұл. Телефонға шығып кетті, мен білмеймін. Инстаграмға шығып кетті. Кейін мен бар айтады маған, атаның туысқандары звондайды. Шерменде қылдың, шерменде қылдың. Мен әлі білмеймін. Алла куә. Кейін уже не болды деп үйге келсем, суретке түсіп кеткен, қолына атаның 150 мың сом ақша берген. Сөйтіп кейін ертеңіне мен сразу мына қашықтында бекер қырсың, кім ол Ілияс деген кім? Керек емес бізге көмек. Керек емес. Алланың берген күнді көріп жүрміз. Бізді шығарма телевизорға, керек емес, атаны алып шығардың дедім. Содан Ілияс не дейді? Ілияс мені шақырдан еді бір асханаға, кухняға. Резонанс туып кетті, не болды, өйтті. Анық көмек бергін келе ма дедім. Анық көмек бергін келсе, мынаған бер. Бер мынаған. Мына шешесінің жағдайы мынау. Осыларға бір атада шатағың болмасын. Сонымен болды, осыған берейік, осыған берейік. 5 күнде үйді берді. 5-ақ күнде. 5 күнде халық үй жинап берді ма? Иә, үйді барып бізді көрсетті екеуміз. Қай жерде үй? Көкжиек деді, мына телефонда тұр. Ол үйді халық Бекзатқа деп жинап берді ма? Иә, ата да кетті ғана үйдің ішінде. Енді ол үй қайда қазір? Білмеймін. Ол үйге барып сіздер көрдіңіздер ме ол үйді? Көрсеткен жоқ. Жаңа көрдім мен, көкжиек дедіңіз ғой. Суреті тұр міне берген үйді. Суреттен көрсетті ма? Видеодан көрсетті. Еще ол үйді кіріп ақшаны алдым деді, кірдім деді. Қаншаға алыпты ақша? Маған 20 миллион деді. 20 миллионға үй алып па? Алдым деп айтқан. Мен қанша болды өзде, оны кеше жақында сұрадым. Жалпы қанша болды бұл әңгімен болып жүргеніне? Қанша уақыт болды? Бұл 2024-те 5 июнда. 5 маусым 2024 жыл. Бір жыл болып қалды ғой енді? Енді бір жыл міне. Мен Ілиястікіні жеке сақтағам. Міне апа деген бар менің өзімнің. Бүгінгі күнге дейін әр сөзі міне Ілияс менде тұр ма? Қайқы кетме апам. Мен апа деген өзімнің шатымда жеке. Тек ода сахранить етем. Міне де 5-тен басталған. Содан мына дақанса, сол не істеген... Жоқ, несі енді қазір қараңызшы, апа, үй егер алынса, үй тұрса, неге сіздер сол жаққа бармайсыздар? Неге бермейді? Бермей отыр, құжат алдын айтты, ертең деді, среда деді, четверг, пятница, бүгінгі күнге дейін. Среда, бір ай көт. Енді кеше мен тоқтаусыз жалынамын. Бүгінгі күнге дейін ешқандай босаған жоқпын. Қайта сұраймын. Ақша жібер. Мен айтам, ақыр болмайтын болса, ақша қалың 200 мың жетпейді. 200 мың мені салдым. Не үшін салдыңыз 200 мыңды? Анаған құжаты дұрыс емес. Үйдің ба? Сосын? Соған 200 мың төлеуім керек, сол ақшаны толмай жатырмын деді. Әпке маған бір 300 мыңдай керек болып тұр. Шықса. Кешке или таңертең салып жіберем бұйыртса кері. Жарайды, қазір 250 саламын. Сол шықты бары. Сосын сіз жібердіңіз ба? Мен айттым, мен маған берілетін үй ғой. Мен бере салайын соны. Саған. Жібердім. Қане? 2 күн кеше міне. Жібердім, одан кейін 130 мың, одан кейін алтынымды да сатып жібердім. Бүгін ертең, міне кеше. Жоқ, неге сіз Ілиясқа қайда ақша жіберіп отырсыз? Міне. 200 мың теңге. Ол бәрінің атыменен тұр міне. Бәрінің атымен банк неде карточкада да бәрі тұр. 130 мың кеше алтынын сатып жібердім. Ана құндызбенен нені суретке түсіруім керек, сөмкаға алуым керек, мен кетуім керек, соған бере тұрыңызшы, көмек беріңізші. Жоқ, Құндызбен Назгүлдің не қатысы бар сіздің үйіңізге? Соны айтып отырмын, ненің қатысы не? Одан кейін маған бүйтіп айтты ол. Ана. Тамаққа ақша жеткеремей қалды. Тамаққа ұят болып кетті. Тамаққа беріңізші, 30 мен оны жіберемін. Түнімен мыналарды жіберіп, тауып, мына бәрі осы Ілиястікі. Жақсы. Қазір енді талабыңыз? Міне, алтыным саты, міне 130 мың жіберіп, шына деген, міне.
Кеше 5-6 күн бұрын. Осы күннен кейін ата құлады. Мен бір күннен кейін қалтамда 10 тиын қалмады, ата құлап қалдым. Жақсы апа, қазіргі талабыңыз сол үйді алу ғой енді. Енді мыналардың ата сол мен маған ата айтады, бүгін кеше құлап алдың ба Ильястан үйінді. Жақсы, енді Бекзатпен сөйлесейінші немереңізбен, иә? Бекзат кеш. Мына шешесі мына жерге отыр. Апасы мына жерге отырасың. Не ғаны өзі біледі. Бекзат жасың нешеде? 14. 14-те? Иә. Ильяс ағаны танисың ба? Иә. Не болды, қандай жағдай болды, қалай табыстыңдар, қалай таныстыңдар, соны айтып берші. Наяқта мусоркада келді. Өзі келді ма, өзімен өзі? Өзі келді, иә. Сендер не істеп жүретіндер ол жерде? Металл жинап. Сосын? Ол металл жинап өткізесіңдер ғой? Иә, өткіземіз. Қаншадан болып жинап жүрсіңдер? Өзім жүргенмін. Жалғыз өзің? Иә. Оны сен қайдан көріп қалды? Біреулер айтты ма, мына жерде Бекзат бар, металл жинайды деп? Өзі келді. Сосын саған жақындады? Иә, не істеп жүрсің деді. Сосын? Металл жинап жүрдім деді. Видеоға түсірейінші сені деді ма? Түсірдім. Сол жерде видеоға түсіріп сен сұхбат құрып отыр ғой осылай? Бар олар тұр. Бар. Сосын ары қарай не болды? Кейін қолыма сағат беріп кетті. Сағат? Иә. Қайда ол сағат қазір? Оны біреулер қолынан тартып алып қойды. Жақсы, сағат берді. Сағаттен сен сұрадың ба? Аға, не үшін беріп жатсыз деп? Иә, сұрадым. Не дейді? Мынау қолымда бір ақ сағат бар еді. Сол маған бер, мен саған мына сағатты беремін деді. Жұмыс жасамайтын сағат тағы барған ойыншық қолымда. Иә, ауыстырды ғой енді. Иә. Сосын? Сосын осы үйге келдіңдер ма кейін? Кейін кетті олар. Ертеңіне келген ол. Ертеңіне келді ма үйге? Үйге қашан келдіңдер? Атаңыз суретке түсіргенде қашан келдіңдер? Мен олар бірінші келгенде, мен одан кейін келдім. Үйге, иә? Иә. Олар сен келген кезде олар үйде болды ғой? Иә. Не істеп жатыр екен ол кезде? Атам түсіріп, соны. Иә. Сосын саған баспана алып берем деді ма? Иә. Қалай айтты, осыны айтып берші? Баспана алып береміз деді. Сені видеоға түсірді? Иә. Сосын сені инстаграмға салды ғой? Иә. Одан кейін құтты болсын, баспана алдық деп айтты ма? Сүйінші сұрады ма? Иә. Екеумізді апарып, кафеге отырғызып, екеуіміз кешкі 6-тан кейін алып кетті. Қазір Бекзат айтсыншы? Набартқа бардық. Кафеге. Сосын? Сияқты сөйлестік. Дәл менің артымда тұрған керемет баспана Бекзаттың баспанасы. Қазір сені Ильяс ағаң көріп отыру мүмкін. Не айтасың, қандай сәлемдеме жолдайсың? Маған тек үйін бергені қалай. Болды, мен сені қинамаймын, жарайды. Апа, келіңіз енді қайттан. Маған дейін осы үйге қандай да бір журналистер келді ма? Мен көрген жоқпын. Мен Меккеде келгенде Абылайхан деді, кім келген білмеймін. Мына үшеуіні осы жерде уговаривать етіп, апарып мен білмеймін, кафе апарғанын сол жерде апарып, бұлардың мамасының сөзін естіген мен. Олардың өшірілген, басқасын көрсеткенде ол. Сөйтіп тұрып, сол кезде бұлар алдық деп айтқан. Алдықты негізі мен айттым, Руслан балам. Қалай болды, айтып беріңізші соны? Руслан, мен... Сіз ол кезде Меккеде едіңіз, Меккедем. Сол кезде не болды? Ол жазды маған. Кім? Шықты. Ильяс. Не деп жазды? Жападан жалғыз қалған балаңа балам деп маған көмек беріңізші, сол үйді алдым деп айтыңызшы, шығыңызшы деді. Видео жасайсыз ба? Ильяс балам жақсы танимын, бізге берді, анау мынау деп. Ана журналист мені жамандап отыр да. Сіз де мен қорғаштаңызшы, өтініш, бір жақсылығыңыз болсын. Бәрін реттеп жатырмын ғой, жүгіріп жатырмын. Уайымдамаңыз бәрі. Ильяс баламнан алдым үйді, рахмет, бізге берілген. Үйтіп қараламаңыздар. Бекзатыма да, маған да мен алдым деп сөйтіп айтыңызшы, видео обращение жасап жүріңізші, өтініш сізден, өтініш айтып кет. Дәл осылай блогер өтініш айтқан соң Гулия ханым қасиетті мекеннен мынадай үндеу жолдайды. Менің Ильяс балама, Ильясқа бүйтіп жала жаумаңдар, айналайын. Ол сендер ойлағандай ондай жігіт емес. Мына, менің Бекзатыма үй берді, оған барлық жағдайларын жасап берді. Жүрек көкірегі қандай ақ болса, сондай алтын жігіт. Ешкімнен жанын аямайды. Бір тума, ондай тумалар кемде кем туылады.
Мыңнан мың ырзам мен. Алға, қазақ Робин Гуды, Ілиясым. Алдым деп өтірік айта салыңыз, кейін алып берем деді ма? Мен сіздің әрқашанда, мен сіз үшін тұрам, әрқашанда бір анам болып, бір әпкем болып қаласыз деді. Ол кезде сіздер үйде болдыңыздар ғой? Кім келді журналисттен? Журналист болғанда Ілияс, қасында 3 бала болып, Иә. өздері балдарменен келді. Сосын сізден видеоға түсірді сізді, иә? Үйді алдық деп айтты. Соны инстаграмға салды ма? Оны бізді салды. Жаңағы Наватқа алын, жаңағы кафеге алып барып, түнгі сағат 1-де. Сол жаққа апарып тұрып, сосын барып, анау алып беріп, жегізіп, сөйрде әңгіме қылдырды. Маған бізге алдық деп айтыңдар деп айтқызды. Сіз не себепті алдық деп айттыңыз? Себебі айт деп айт деді. Солай айттыңдар. Ал оған ондай ақпарат не үшін керек екен Ильясқа? Оған елдер терсін жасап атып. Теріс пікір туындап жатқаннан кейін ба? Иә, сол себепті сөйтіп айтқызды. Анау әлеуметтік желіде Бекзат деген балаға үй берілмей кетті деген. Осы Бекзат қой сол? Иә. Енді үй бар ма қазір, жоқ па? Жоқ қазір. Алғандарыңыз рас па? Мен алмаған. Жоқпыз, барған жоқпыз, видеода көрдік. Просто видеодағын көрсетті бізге, одан басқа ештеңе айтқан. Қазір енді осы үйде тұрып жатсыздар ғой? Осы үйде тұрып отырмыз. Қанша адам? 6 адам. 6 адам болып тұрмыз. Мынау Бекзат сіздің ұлыңыз? Иә. Ана баласы. Қызының есімі кім? Айзере. Ана бала Беркен. Үлкен. Барлығының денсаулығы жаңағы мен айтқандай. Бұл Сұлтан ғой? Иә. Тұңғышы? Уалейкум ассалам тағы да. Жалпы 4 бала ма? Иә. 3. 3 бала, иә? Ата қайда? Ата ауруханада ма? Бұл сіздің қызыңыз ба? Иә. Қызым. Сіздің балалардың әкелері қайда? Қайтыс болған. Қайтыс болған, иманды болсын. Қазір біз үйді түсіріп алайық, иә? Үйдің сыртын, ішін ел көрсін. Мен Ілиясқа айттым. Мен Өтепбайды шақырамын, прокуратура әкімшілікті біледі. Медеу аудан бәрі біледі. Есіктен шықсақ үй сұрайды, роуды да біледі. Қашан арыз жазыңыз. Сол кезде Ильяс не дейді? Сразу шығады. Сені мен постоянно көремін. Шықсам сразу шығады. Апке, үйде болып қойын. Мен үйде болем. Өзім үшін емес. Ертең мен атабым кетеді. Ата зарлап отыр. Не қылдың дейді. Қызың үй алып бердің ба дейді. Өз өлейін деп отыр. Не үшін кәні дейді. Сен оған бір-бірі дегесін, бір-бірі жасағасын. Сол үшін осаған сен омен ғана сөйлесесің. Ол сразу міне азыр дәл қазір міне бүгін түнде де апке 10 минутте сізге барам, атаға көмек берем деді. Келді ма? Жоқ. Енді шындық ашылсын, басқа не деймін. Ілияс маған ренжімейтін шығар. Мен бүгінгі күнге дейін көндім. Жыладым, еңіредім, етегіне бардым. Мынерде неше рет кафеге шақырды, неше рет уәде берді, неше рет қол тастасты. Еркекпін деп та қол тастады. Бірақ мен әйел болсам да сөзімді тұрдым. Мен тұрамын да. Оған жаманды ойламаймын. Апа, сіздің жалғыз ғана мақсат халық берген үйді Бекзатқа беру. Берсін мыналарға, маған керек емес. Менің үйім бар балам. Болды, баспанам бар. Енді біз үйдің сыртын ішін түсіріп алайық. Иә, одан кейін тағы да басқа баратын жеріміз бар. Жақсы ма? Мынау Бекзаттың орны ғой? Иә. Мынау қыз екеуінің орны. Қызы менен мамасы. Анасы мен қызы жатады. Мына жерде? Мынада анақта Бекзат үстінен су ағып кетеді да, жаңбыр жауған күні, нақта. Сол кезде Сұлтан өтіп жатып тұрады. Сұлтан үлкені ғой жаңағы? Үлкені. Бірақ ар жақта жай тұр, оған су өтіп кетеді. Кешеде неде суда ағып кетті. Мынау әкімшілік берген, біреу берген тамақтар. Жоқ кезде мұсырдан да нан теріп жеген күнім болды. Жақсы. Мен оны жасырмаймын. Мен Бекзат Сұлтандікі, міне, мынау, балам, міне. Мынау Сұлтандікі, міне, су ағады, мына жерлерін от жоқ, таракан. Мен осыдан құтылтырып өлсем арманым жоқ. Осыларды мұсырдан теріп келіп жейді. Мусорға елдер тастайды, соны теріп жеймі? Пакетті тазалап әкеледі. Өздері жейді. Мен алып берем, тамақ жоқ емес. Тамақ жетеді. Мен 4 ай ақша алмадым. Өзің айтпақшы, опеконмын. Мен бұлардың ақшасын 4 ай бұлардың құжаттарын туыла алмай жүрдім. Мынау кімнің бөлмесі? Сұлтанның бөлмесі. Бұл. Мына қоятын заттар, мына Сұлтанның бөлмесі міне. Жанып кетті өткенде. Үйдің ішінде қалып кетті. Мына кіріп түсірші жанған жерлеріне. Міне. Мыналардың бәрін өзім жасаттым кеше 60 мың беріп. Ананың бәрі жанып кетті. Мына телешкалар не қып тұр? Мына телешкалар міне мынандай темір терсектер алып келеді балалар. Мынаусы мен
түнде біз сағат 12-лерде мынандай бұзылған коляскаларды алып келеді. Оларды бұзып, жаңағы баллондарын алып тастап, үшеулеп жүріп өткіземіз, нан табамыз. Міне мынандай заттар теріп келеміз. Міне мына заттарды елдер ішеді осыны. Біздер осылай балғамен ұрып, осылай езіп тұрып өткіземіз. Бір несіне қанша теңге аласыздар? Келесі 350 теңге. Бір келесі 350 теңге? Иә. 73-ге 1 келі шығады. 70 банкадан 1 келі шығады ғой. Ол 350 теңге болады. Иә. Бір күнде қанша келі табасыңдар? 3-4 күнде бірақ бір жиналады бұл. 3-4 күнде? Бір үлкен қаппенен мынандай біреуі, мынандай үлкен мешокпенен, және осындай мешок 16 келі, 20 келі шығады. Енді бұл қараңызшы, дұрыс қой, бір жағынан балаларды еңбекке баулу керек, бірақ балалардың оқуы, сабағы не болып жатыр? Жоқ енді. Қыз ғана оқи ма? Қыз оқиды. Бекзат жасы 14-те ғой. Ау? 1 жыл сабаққа бармады ма? Бармады. Не себепті? Ильяс үй берем дегеннен кейін осылайдың. Ильястың үйге сабақтың не қатысы бар енді? Ильяс үйін берсе де, бермесе де сабақ оқу керек қой. Бұл қорықты, сендер бір жақта қалып кетесіңдер, мен сол жақта қалып кетем деген. Сол жақ деген қай жақ ол? Түркістан. Түркістанда. Сіздер Түркістаннан көшіп келдіңіздер ме? Көшіп келген жоқпын, Түркістанда бұл квартира. Жоқ, онда Алматыда сіздер не істеп жүрсіздер? Осы Ильястың үйіне бола келдіңіздер ме? Жоқ. Енді? Ильяс үй береді, біз түсімізге де кірген. Екі балам тұрады. Ол уақытта жаңа Ильяспен танысқан кезде бұлар мұсырда мынандай жинап жүрген болған. Тачкаменен. Сөйтіп бір кезде мен бір шаруамен далаға көшеге шығып, базарға барып қалдым. Кейін мына балам звондайды маған. Мамам, мен бір кісімен таныстым деді. Ол деді, маған тапшыға алып берем, анау деп айтып жатыр деді. Кейін мен айттым, ол кім дедім, білмеймін деді. Ильяс деген кісі деді. Онда трубканы берші, сәлеметсіз бе деді, менімен сөйлесті. Мен сізге қазір үйіңізге барам, видеоға түсірсем, балаларыңызды түсірсем, деді. Кейін 150 мың теңге қолына беріп жіберіпті. Жаңа Каспийге салып берген 150 мыңды. Кімнің Каспийіне? Біз маманың Каспийіне салған. Сіз ол кезде қайдасыз? Меккедесіз, е? Жоқ, мен жұмыстан, ол үйімда бұл. Меккеде мен ноябрьде бардым. Сөйтіп салған. Ал жалпы сіздер Алматыға Түркістаннан не үшін келдіңіздер? Мен айтайын балам. Менің бұл жерде 2 ұлым тұрады. Жағын тұрыңыз. Мен бұрыннан тұрам, 2 ұлым менен. Бұлар 7 сайда тұр Түркістанда. Мынау аптасына 1 апта тұрса 10 күн жоғалып кетеді. Неге? Кетіп шығып кетіп қалады. Кейін мынау шықты, бұл енді қашқан жоқ, бұл ешқан жаққа қашқан. Мынау аптасына 10... Апа, бір сұрақ қойыңызшы, сөзіңізді бөлейін. Мына Бекзат бар, Сұлтан бар, бұлардың қамқоршысы сіз ба? Мен. Не себепті қамқоршысыз? Потому что бұлардың мамасы жауап бере алмайды ғой. Мамасының диагнозы бар ма? Бар. Қандай? ДЦ. ДЦП? Балалардың ше? Тоже самы. 2-ші топ. Үшеуінде ма, екеуі ма? Екеуінікі. Бұның бұл 2-ші отбасынан болғанда, бұл 2-ші тұрмысқа шыққаннан кейін... Бұл қыздың денсаулығы сау? Дені сау, папасы қайтыс болған. Жақсы, түсінікті. Енді қараңыз, нақты сұрақ қоям. Бекзат пен Сұлтанның мүгедектігі бар ма? Бәрінікі бар. 2-ші топ па? Топ. Бұлар демек жұмыс істей алмайды ғой? Ешқандай қабілеті жоқ. Ұрлық қылмайды. Мен гарантия беріп айтамын. Ұрлық қылмайды, тіленбейді ешкімнен. Бұларды үй бұзылған, жай бұзылған жерге шақырады екеуін. Мынау өзіне ғамен сөйлесіп, сөйтіп жүреді. Соларды шақырып өздері газермен әкеп беріп кетеді. Жалпы біледі ғой сіздерді, осындай теретін жерлер? Бәріні біледі. Арнайы шақыра ма? Шақырады. Мұнан екеуі барады. Бұрын бармайтын еді. Бұны мектепке бермеген себебім, бұл 2 күнде берем, 1 аптада берем, 10 күнде берем дей берді. Бұл осы жерде оқытатын болды. Жақсы, енді қараңыздар. Мектеп бітіп жатыр. Бір ай ғана қалды ғой. Одан кейін бұл қай сыныпты бітіру керек? 8-ді. 8-ді бітіру керек. Сіздер енді сол бір мектеп тауып, сол жерден бітіру керек қой бұл 8-ді. Болмаса 1 жылға қалады ғой. Әкімшілікке бұл интернатқа барып келіп жүр арада, Түркістанға апарып келіп жүрем. Бұл жерге тіркейін деп әкімшілікке бардым. Сөйтсе? Олардың өзі де сіздер көкжиектен үй берген болса, ертең мен 2 күнде бияқа тіркесем, кейін анақа кетіп қаласыздар. Жоқ, айтыңыз енді. Міне бүгін барып, ертең барып айтыңыз. Көкжиектегі үй әзірге жоқ. Үй берілсе де ол жаққа кетпейміз.
Осы жерден бала мектепті бітірсін аман есен. 25 мамыр 8 сыныпты бітірсін, содан кейін біз Көкжиекке барамыз деп айтыңыз. Оны келіп хабарлап айтып жатыр. Сіздер барыңыздар, сосын айтыңыз. Руслан Өтепбай келіп түсірді. Ол да хабардар. Егер тірлік шешілмесе, мектепке келеді екен деп ескертіп қойыңыз. Жақсы ма? Бала сабақтан қалмасын. Ол кісінің ренжім жоқ. Өйткені РОДСынан да келіп жатыр, прокуратурасынан да келді. Арыз жазыңыз деп шақырып жатыр. Ястың үстінен біз Жақсы. Апа қараңыз, қазір мен сізді түсірдім. Барлығы куә. Ешкім қинаған жоқ, өз еркіңізбен сұхбат бердіңіз ғой. Өзім бердім. Осыны YouTube-қа сала берем ғой. Енді мен басқа малым жоқ. Қараңыз, енді мен қазір сізден шығып Ильясқа барам. Сұрау алу үшін, осы жағдайда. Жақсы ма? Айтын. Енді амандықта жүздесейік. Нөмірімді білесіз, хабарласасыз. Жауап болса, мен хабарласам. Егер, жаңа айтайын, Руслан Алтыным, қандай саған доказат, қандай не керек болатын болса, оның бәрі менде бар. Жақсы, түсіндім, апа. Меккеде барып, мен үндеу жасау дегенді білмейді екем. Ол үйретті, мен үндеуде тұр. Не деп айттыңыз үндеуде? Тимеңдер, видео алдым деп па? Ильясқа тимеңдер. Ол жақсы жігіт. Ол мені өйтіп. Енді сіз Меккеде тұрып өтірік сөйлепсіз ғой. Енді мен айттым, Меккеде тұрып саған өтірік сөйледім мен. Алла мені кешірмейтін шығар деп бетіне әріс тұрғанды Өзіңіз айтам. құлшылыққа барып, енді қайттым, балдарым үшін қылдым. Жылады, құлың болайын. Жападан жалғыз қалған, ешкім жоқ. Жақсы апа, жарайды. Болған іс болды, бояу ісінде. Енді көмектесуге тырысамыз. Жарайды ғой? Маған ештеңе керек емес. Жақсы. Ол анадан да берем үйді деді. Анадан мен айттым жоқ. Өзі еркек болса, және қайтып түсіре берсін, мен қорықпаймын. Еркек болатын болса, уәдесінде тұратын берсе, көрсеткен үйіні берсін. Болды, түсіндім. Жақсы, сау болыңыздар онда. Хабарласам, Гүлия апаның үйінен шықтық. Бекзатпен, анасымен, бауырларымен таныстық. Қазір енді MM Travel'дың офисына барамыз. Мүмкін Ильяс осы аралықта келіп қалған шығар. Сонымен, үшінші рет MM Travel'ге келдік. Бағана 11-де келгенбіз. 11-де Ильяс Сариев болмады. Қазір сағат 2-ден 28 кетті. Кіріп көрейікші. Офисте де естіп жатқан боласыздар. Таңертең естіп жатырмыз ғой оның мәселені. Личіңе жаздым. Енді мен бұл жерде айтайын, құдағайыммен екеуміз қана Атыраудан келіп тұрық. Біздерге дәл қазір осы мына жаңағы телевидениенің бәрінің көзінше біздің ақшамызды қайтарып бере ғой. Біз үйлессе басқа компаниямен, үйлеспесе осылай болған болар. Бізге ақшамызды қайтарып. Сіздер кеше қажылыққа барларыңыз келіп жатқан, Келісіп едік кеше, бұл бала сағат 11-де жігіттік сөзім, сағат 11-де осы жерде кездесем дегесін келісіп едік біз. Енді бүгін өзіңіз куәсіз, сағат 11-де келген жоқ. Не қас сағат 2:49 болып тұр. 2:29-да келіп тұр. Енді мандан бері хабарсыз отырған жоқ, хабарласып жатыр. Бірақ енді бізге по фактым бізге жұмыс жасау керек болып тұр. Сондықтан фактически бізге ешқандай ештеңе көрсеткен жоқ. Осы бүгінгі күні келіп, билеттеріңізді көрсетем, баратқан қағаздың бәрін көрсетем, визаларыңыздың бәрін көрсетем деген ештеңе көрсеткен жоқ. Ештеңе көрген жоқ біз әлі. Сондықтан маған 3 адамның ақшасын қайтарып беруін талап етем. Ол сума қанша? Жаңа өзіне жібердім, несіне, қазір айтып жіберейін. Личкісіне жібердім, Ильястың. Иә. 1,690,000 теңге плюс 150 мың теңге обратный билет. Маған сол керек болды. Жақсы, Ильяс, біз 2 күн бұрын 9 сәуір, 7 сәуір 2 күн бұрын келіскенбіз. Мына кісілердің барлығы тұрған. Бір топ адам ұшатын болды, бір топ адам сол кезде ақшасын қайтарып алатын болды. Қазір енді мен сіздерге сұрақ қояйыншы, осында тұрған жамағат, сіздер ұшасыздар ма, ақшаларыңызды аласыздар ма? Жақсы. Ильяс, бұл кісілердің ақшаларын қашан қайтарасыз? Қашан емес, бүгін қайтару керексіз ғой, 9 дедіңіз. Емес қой енді қайтаратыны. Кім қайтарады? Компания басшылары қайтарады да, енді мен осы жерде реклама жасағаннан кейін, басқасында жүргеннен кейін кеше де айтып отырмын ғой, 5-тен бастап мен жүрмін. Менің де оқырмандарым бар осы жерде. Жан ашығаннан кейін әр нәрсені мен де елдің азаматы болғаннан кейін алдарыңызға шығып келіп көмектесейін деп жүгіріп жүрген азаматпын. Мен енді
ол мәселен ақшаны мен қайтарып беремін дейтін, менің счетыма да жіберген жоқсыздар ешқандай деді. Неде болған жоқ шыны керек. Бірақ мен айтып отырмын, олардың бәріне де айтып жатырмын, қайтарыңдар, ұшпайтын болсаңдар, ұшырмайтын болсаңдар, ұшырмайтынын айтыңдар. Бірақ 11 күні түнде 12-сіне қарағанда ұшырамыз деді. Жақсы, Ильяс, енді сөзіңізді бөлейін. 7-сі күні сіз не деп уәде еттіңіз? 7-сі күні мен осы сағат 9 күні кездесеміз, 11-де келеміз, осы мәселелерді шешеміз, қыздар келеді, менеджерлер келеді, бастықтар келеді, сондай мәселе. Сондай уәде бердіңіз ғой? Иә, уәде. Уәдеңізді қаншалықты орындадыңыз? Мен өз уәдемде тұрып тұрмын, уәдемді орындап тұрмын, алдарыңызға келіп тұрмын. Жоқ, сіз қазір мен айтайын, иә? Сіздер мені шақырдыңыздар ғой? Иә. Сіз құр сүлдеңіз келіп тұр ғой, кешірім сұраймын. Және оның өзі кешігіп келді. Жоқ, 11 дедік, сіз 2:30-да келдіңіз. Бір. Ақтотының өзі келеді, мен айтып алайын, содан кейін айтасыз. Ақтоты келеді дедіңіз. Ақтоты жоқ. Менеджерлер келеді дедіңіз, менеджер жоқ. Және бармайтындардың ақшасын қайтарам дедіңіз. Қайтарам дедіңіз. Қайтты ма ақшаларыңыз? Қайтпады. Демек, уәденің ешқайсысы орындалмады. Дұрыс қой? Енді қараңыз, бұл жерде офисті жаңа таңертең біліп тұрмыз ғой. Осы офистің бұл администрациядан берілмейтін, енді ғана офистен шығарып жіберген. Офистің қатысы жоқ. Біз далаға шығайық, мысалы. Саябақта ақша берейік. Ол ақша беру офисқа қарамайды, дұрыс па? Енді біз не деп айтамын, мен не деп айтамын? Кішкене сабыр сақтап күтіңіздер деймін. Шешіп береміз деп жатыр. Шешіп береміз деп жатыр. Енді мен де айтып отырмын, қолымнан келген әрекеттің бәрін жасап жатырмыз, жүгіріп жатырмыз. Оны менің қазір Ильяс, Ақтотыға хабарласа аласыз ба? Мен қазір хабарласа алмаймын Ақтотыға. Неге? Алмайды. Беріңізші, нөмірін айтыңызшы, мен хабарласайыншы Ақтотыға. Ақшаны алатын кезде барлығы телефонда алғыш өздері звондағыш, қазір неге алмайды? Қазір апаймен звондап жүрейін. 505 126 15-15. Жоқ, негізгі иесі осы MM Travel Ақтоты емес па? Ақтоты. Енді неге жауапкершілік алмайды қара халықтың алдында? Сұмдық, айтыңыз. Сол күні мен анықтап сұрадым сізден. Сіз бере аласыз ба деп. Сіз қайтып тоқтай тұрыңыз. Қайтып кеткенше отырдым. Сіз ана жерге Альфардқа мінгенше тұрдым мен. Сол кезде сізде тоқтаңыз. Сізді лақтырса Ақтоты мәселе қалай шешіледі дегенде сіз өз қалтамнан болса да мен қанша адамға көмектесіп жүрген адаммын. Мына кісілер куә. Мен қанша адамға қажылыққа жіберген, мен квартира туралы айтып жатқан жоқпын. Мен ақшамды 100-200 қылмай бүтін бере аласыз ба? 2 миллион 200 дегенде бере алам. Ол маған не? Мен пәлен қаржыны жіберген адамын. Менің қалтамды санамаңыз дедіңіз. Дұрыс қой, енді мен жіберген адамым. Енді не деп тұрсыз сіз? Мені үйтті ғой. Тура сол менің күдіктенген нәрсем алдынан шығып тұр ғой. Жоқ, күдіктенген шешеміз деп жатыр ғой. Шешеміз деп. Жақсы. Құрметті ардақты ағайын, былай қылайықшы. Даудың басы Дайрабайдың көк сиыры, бұлай тұра берсек, бұл жақ шешеміз дейді, шеше алмаймыз дейді. Енді қараңыздар. Сіздерде таңдау бар. Күтесіздер дәл осылай. Немесе полицияға арыз жазасыздар. Осы мәселені айтамыз. Өйткені жауап билет алып қойған адамдар бар. Қажылыққа кетеміз деп басқа травелмен не ақша төлеп қойған адамдар бар. Сіздің 9 деген еркекше сөзіңізге ана кісі тоқтай тұрыңыз. 12-ге билет алған. Қазір 12-ні ауыстырып, кешке ауыстырып тұр, шамаданын көтеріп отыр. Уәде Құдайдың аты, сізді қалай тәрбиелегенін білмеймін. Уәдені адам сенген кезде беру керек. Қараңыз, мен де қолымнан келген әрекет жасап жатырмын ғой, чтобы сіздерге көмектесемін. Енді күтейік, арыз жазам десеңіздер, жазыңыздар. Уәдені адам өзіне сенген кезде береді. Жоқ, Ильяс, қараш, бауырым, бұл жерде компанияның басшысы жоқ қой, жауапкершілік алып тұрған. Бұл кісілер енді, бұл кісілердің... Соларды мен шақырып жатырмын ғой, келіңдерші 9 күніне айтып қойдым, мен бардым, 5-нен бастап жүрмін деп енді. Шешіп береміз деп жатыр. 11 күні түнде 12-сіне қарағанда шығамыз деп жатыр енді. Көшпейміз деді. Жақындап келіп қойыңызшы. Кесе, Наз деген қызға қайтарып бердің ғой ақшасын. Сен қайтарып бердің ба, дұрыс па? Ақшасын звондап. Жоқ, енді сен звондап айттың. Мен айтып отырмын. Енді дәл солай звондады, айтса қайтарып берсін да адамдар. Мен де айттым, таңертеңнен бері айтып отырмын. Қайтарыларыңыз, қайтару керек, қайтарып тастаңыздар. Чекте де бәрі оларды алмайды мен, жаңа қайтарамыз деді. Кешке дейін қайтарамыз деді. Кешке ертең шешеміз деді мәселені. Болды, енді кішкене сабыр сақтап күтейік. Жоқ, былай ғой. Енді бәріміз реалистпіз ғой. Менің өзімнің субъективті ойым, ақша ешқандай ақша қайтпайды. Қайтатын болса, ол қайтатын еді. Ильяс, шындықты айтшы халыққа. Өйткені 7-сі күні келіп, компания қайтарып берсе. Қайтарса, құбақы. Қараш, енді мен айтайшы. Мен білмеймін, шын айтайын, мен білмеймін. Неге келдің онда? Енді мен туризмге бара жатқан жоқ. Қыдыруға бара жатқан жоқ. Маған да адамдар соғып жатыр ғой. Кездесек сіз жарнамалағаннан кейін. Білмеймін деп отырсың да. Сен мен саған звондадым, мен есім Алмас болды. Сен айттың.
ал Алеке мен воскресенье күні визаны жіберем деді. Дұрыс па? Бүгін визалар тоқта сен мен айтып қойшы. Ойын айтып қойсын. Ойын бұза бермесең. Сен понедельник күні онлайн билеттерді жіберем деді. Дұрыс па? Сен ол сөзінде тұрған жоқсың. Сен не үшін онда ол компания басшылары жауап беретін болса, сен не үшін оны жауапкершілікке алып отырсың мойныңа? Енді маған айтты ғой, сөйлес, сенің де оқырмандарың келіп жатыр, саған да шығып жатыр. Маған да шықты ғой енді адамдар жеке шығып жатқанда. Жауап бере алмайсың ғой, дұрыс па? Мен қазір айтып отырмын ғой, 1-2 күн күтейік, сабырмен сақтап шешеміз деп жатыр. Алмас па? Қой енді 7-сі болды, 7-сі 9-ы болып отыр бұл. Оны уже қайтып келетін уақытымыз болып қалатын. Одан кішкене несін сен маған айттың, дұрыс па? Мен жеңген болады, мен айттым. Сен жеңген телефонды алатын шығар? Қазір Ақтоты жеңгеніңіз бола ма? Айттың ғой, ағамның әйелі дедім. Дұрыс па маған? Енді сен звондасың, ағана звондаш. Ағана звондасың да. Алмайды берсе ағам нөмірін звондайды. Жоқ, қазір Ильяс бұл бағдарламаны күллі қазақ елі көреді. Сол үшін шалыс болмау үшін Ақтотыды сізге жеңгеніз болып келе ма? Иә, ағамның жолдасы ғой. Туған ағаңыздың? Жоқ, туған ағам жоқ. Мен туған ағамның бір ағам бар, оның басқа жолдасы. Туысқан ағаңыздың ба? Мен шын айтамын, мен олбай мені неге мен сіздерге жанталасып көмектесем деп әрекет жүрсем, қазір мені тығырып қалып жатсыздар. Мен сіздермен біргемін, заявление жазсақ бірге жазамын, мен де жазамын, мен де как рекомендатель болды. Мен не істеймін? Не істеймін? Жауап беремін дедіңіз бізге. Үйіне басып барасыздар, дұрысын бермейді. Жақ, қараңыз. Мен де бірге. Бар нәрсені басыңызға алып жүрсіз. Мен басыма алған. Қаншама абыройыңыз бар ғой Алланың да, осы адамдардың алдында да. Неге бәрін қатысыңыз жоқ болса, не үшін жүрсіз алдымызда клоун құсап? Бәр нәрсеге уәде бердіңіз, бүгін бәрін қойып берем дедіңіз. Не только ақша, не только. Бәрін қойып берем дедіңіз бүгін сіз. Ешқандай нәрсені жасап бере алмай жүрсеңіз, алдымызда неғып жүрсіз? Не только реклама жасадым дейсіз, болды, басқа ештеңе айта алмайсыз. Дұрыс қой, енді мен сонда? Мен алған жоқпын ғой. Енді басқа адамдар үшін. Маған басқа адамдар үшін жауап беріп тұрсыз. Не только өзіңіз үшін. Енді не айтамын? Сабыр сақтаңыздар басқа. Қалай сабыр сақтаймыз? Қалай сабыр сақтаймыз айтыңызшы. Сізде бар шығар миллион ақша, бар шығар. Біз үшін миллион ақшаны табу өте қиын. Шешіп береміз деп жатыр енді. Кішкене күтейік та сабыр. 11 күнде біз кетуіміз керек қой. 2-ақ күн қалды. Сіз бізді күткізіп жүргеніңізге қаншама күн болды уже? Мен айттым ғой сіздерге. Солардың айтқан әңгімесін мен де айтып отырмын. Бүгін қойып берем дедіңіз сіз бе? Мен солардың айтқан әңгімесін айтып отырмын сіздерге. Біреудің әңгімесі демедіңіз. Өзіңіздің сияқты отвечать етіңіз, айтыңызшы. Жоқ, оның барлығы таспаға түскен. Қараңыз, сол кезде Ильяс енді мен жақсы, Ильяс әңгіменің ашығы, сіз 7-сі күні уәде бергенсіз. 12 адам ұшады, олардың... 12 адам ба? Жоқ, сол кезде айтты. 34 қанша? 31 адам ба ұшатын? Жалпы ұшатын адамдар ұшады, ұшпайтындардың 9 күні ақшасын қайтарам дедіңіз. Айттыңыз ғой. Адамдардың бүгінгі билеті, бүкіл визасы бүгін дайын болып, алдарыңа қойып берем дедіңіз. Жіберіп қалар деп. Қазір уже кеш болды ғой, нешеге дейін күтуіміз керек біз. Сіз өзіңіз 11-де болам дедіңіз. Біз қара халық болып мына жерде сізді қаншама уақыт бойы күтіп отырмыз. Ол үшін ештеңе деп шыққан жоқпыз ғой алдыңыздан. Неге сыйлаған сайын ары қарай сіз ушықтырып жатсыз ғой бәрін? Жақсы, қараңыз енді. Ильяс қылмыстық жауапкершілік туралы айтайыншы. Қазір мына кісілер арыз жазады. Одан кейін арыз бойынша іс қозғалады Ақтотының ісіне. Одан кейін сыбайлас деп сізді іске алып кетеді. Өйткені сіз жарнамалағансыз. Ал жарнама ол кәдімгі құқықтық жауапкершілік, білесіз ғой. Иә? Сіз содан кейін де осы жерге келіп тұрған шығарсыз. Және естіп жатырмын, Ақтоты Д деген сіздің жеңгеңіз екен. Және ол туыстық қатынастарыңызда бар. Шырынды деген кім? Ол кім? Оған да ақша. Ол менеджер қыз ба? Шырынды. Ақтоты Д Шырынды, ол да апалы сіңілі ме? Иә, туған апалы сіңілі. Тем более. Блокқа тұшырасында жатыр ғой. Ұлдана деген кім? Шынаймен не қатысы бар? Ол кісіге де ақша береді. Кім салған? Амина деген осы жерге кетіп мен жарты ақшаны бердім, жарты ақшаны аламын. Шырынға бердіңіз, иә? Ұлдана деген қыздар ма? Амина, Шырынды деген бар. Енді бәрін шақырады ғой, милицияға ертең арыз жазса бәрі шақырады. Бір сұрақ қойыңызшы сізге. Сіз өткенде айттыңыз, ол менеджердің бәрін мен жұмыстан шығарттым, бәрін босаттым, тоқтаңыз дейді. Енді сіз әшейін реклама беруші болсаңыз, ол компанияға қатысыңыз жоқ болса басшылыққа, қалай сіз бәрін жұмыстан шығарып
енді осындай былықты болып жатқан көрдік қой, естідік қой, содан кейін келіп жатып қой енді жүгіріп. Мен бәрі арыз жазсаңыздар, жазыңыздар. Мен де өзім заңгеріммен бәрімен ақылдасамыз, бірақ менің түк те қатысым жоқ. Жақсы, Ильяс, енді қараңыз. Бірақ көмектесу үшін жасам, айтып отырмын ғой, қолдарыңыздан келген мен де не істеп айтып отырмын. Жоқ, сіз енді сөзіңізге қарасам, мен соттасуға дайынмын деп тұрсыз ғой. Енді мен маған егер жазатын болса. Бұл кісілердің мақсаты соттасу емес. Конечно, соттасу. Қажылыққа бару болатын. Оқырмандар. Енді сіздер соттасқаннан ол қыздар отырғызбастай түсінесіздер ма? Ол жерде мәселе шешілмейді. Дұрыс. Сабыр сақтаңыздар. Бұл мәселені шешеміз деп жүгіріп жатыр. Енді бізге не істеу керек? Жоқ. Неше күннен бері күткен сабырлығым жетпей ме? Осы айдың аяғына дейін ғана тұр, одан кейін жабылады ғой. Жоқ. Қазір құрметті ағайындар, сабыр сақтайықшы, қараңыз, Ильяс. Ильяс, сен айтқан 11-не тревел жоқ уже. Қазір апа. Білмеймін, енді жазсаңыздар, мен айтып отқаным, мен қарсы емеспін, жаза беріңіздер. Не деп айтамын мен басқа? Ильяс, бұл кісілердің ақшасы бар, одан кейін барып келген кісілер бар ғой, олардың ақшасы бар. Одан кейін маусым айында, шілде айында баратын Алла қаласа кісілер бар ғой, бұл шуды білмейді ғой олар. Білмедім. Енді бар ғой, енді сіздердің шығар, айтар, эфирге шығады ғой өзіңіз. Енді сізде болғанда сіз емес шығар, мүмкін сол компанияның басшылары шығар. Мысалы, мына кісілердің ақшасын беру үшін сол кісілердің ақшасынан жырып осыларға аудару мүмкін. Одан кейін ол кісілер жадап шегеді. Ол кісілерден құтылу үшін келесі потокты алдауы мүмкін. Сол үшін ол соттың қаулысымен жаңа қылмыстық жауапкершілік арқалауы тиіс. Тиіс, дұрыс. Мен жауапкершілікті оның таяқтың бір ұшы сізге де келеді, біліп тұрсыз ғой? Бәрін білем, бір ұшы келетін, бірақ мен өзімді қорғай алатын азаматпын. Қорғай аламын. Міне ол кісілерге де мен квартирасына да бәріне де кәдімгі ер азамат ретінде, ер азамат, жоқ, сіз тұра тұрыңыз. Сендердің 600 мың теңге бір адам басынан. Сіз маған берген жоқсыз. Жоқ, сіз маған берген жоқсыз. Мен сізден ақша алған жоқпын. Сенің рекламаңмен алдық. Менің рекламам қашан, қай уақытта? Міне алынды, жарайды, мен алмасам басқа алды. Тыңдасай, сен до конца тыңдасай. Айтыңызшы соңғы рет. Тыңдасай, 600 мың теңге, жарайды, 50 адамнан алсам қанша болады ақшасы? Маған бір ақша беріп қойғанда айтып отырсың ғой. 30 миллион ба, қай жерге жамау жасайсыңдар. Дауыстарымыз көтермейді. Енді қараңыздар. Жаза беріңіздер, не істемейді. 30 миллионға өздеріңді жермен жексен қылып қой. Қорғай аламыз ғой, но бірақ мен айтып отырмын ғой сіздерге жүгіріп бір кішкене көмектесейінші, сабыр сақтаңыздар, может шешіліп кетер деп. Оларды қамап тастайды. Может шешіліп кетер, иә? Шешіліп кетуі мүмкін ғой, шешеміз деп жатыр. Шешеміз деп жатыр. Шешілмесе сотталады. Сотталады. Түк көтермейді. Сотталады. Сізде сотталмайды деп айтып жатқан ғой. Телефон көтермейді дейсіз, иә? Телефон көтермейді. Кішкене маған айтқан. Сабырлық күте тұрыңыз деп тұрсыз ғой. Бірақ ол кісілер ответ бермесе сізге, телефон алмаса, қандай сөзіне сүйеніп сабырлыққа шақырып тұрсыз деген сұрақ. Енді қараңыздаршы, енді бүгін ертең шешеміз деп жатыр. Күтейікші. Күтіңіздерші, күтіңіздерші. Может шешіп қалар. Күтіңіздер, шешіп қалар. 9-ы осы жерге келу керек болған, маған айтқанда. Мен де 11-де жұмыстан шығып келемін дедім. Қазір кешігіп келіп жатырмын, дұрыс па? Сен ол Ақтоты деген кісімен мен зерттеп шықтым. Сіз бұрыннан бері осы қайырымдылықты бастағаннан бастап, ол кісінің шотымен сіз пайдаланасыз. Тұра тұрыңыз. Жоқ, сіз оны... Сіз бірінші жыл жұмыс жасап тұрған жоқсыз ол кісімен. Жоқ, тұра тұрыңыз. Сосын айтып жатырмын. Шешеміз деп жатыр ма, шешіп қалуы мүмкін. Тұра тұрыңыз. Сіз оны мен ана-міне деп айтып отқан жоқпын. Жазыңыз келсе, жаза беріңіз. Ильяс, бір сұрақ қойыңызшы, бауырым. Қазір құрметті ағайындар сабыр сақтайық. Сен неге не істеп жатсыз енді? Қараңыз. Қай сөзіне сүйеніп жатсыз ол кісінің? Қарындасым. Сабырлыққа шақыру үшін. Қай сөзіне? Телефонды алмайды екен, алдымызға келмейді екен. Неге сіз келесіз, неге олар келмейді? Енді мен келем, өзімді нәрсемді қорғау үшін келем. Мен мына елдің алдында жүрген азамат. Мен қорғау үшін жүрем. Бәрі біледі осы жерде. Талай халықты көріп жүр. Мен барам, неге бармаймын? Мен де дейтін, келіп тұрмын алдарыңызға. Мен біреуіңізден ақша алған жоқ. Неге бармаймын мен? Неге бармаймын мен тығылып жүрмін бе не компанияның атында менден? Енді сіз ғой уәде барлығын беріп тұрған. Сіз ғой біз оларды көрген жоқпыз. Видеоның алдында барлықта телевидениеде сіз ғой жүрген. Ақшасын төлерде де барлық нәрсесінде де сол қыздармен, менеджер қыздармен де бәрімен сөйлестіңіздер. Арыз жазыңыздар. Менеджермен сөйлескен жоқпын. Менімен сөйлескен жоқсыз ғой? Менімен сөйлескен жоқсыз ғой? Мен сізбен сөйлестім. Сіз маған өзіңізді менеджермен деп таныстырдыңыз. Менеджермен деп таныстырдыңыз ғой? А сіз келгеннен кейін айттыңыз маған, менеджер емессің. Ешқандай қатысым жоқ дедіңіз. Қоя тұр, сенімен ешкім сөйлеспеген екен. Сіз неге менеджермен деп таныстырасыз енді? Мен бұрыннан бері жарнамалап жүрген екен қаншама қаржыларды. Неге рекламщикпін деп айтпайсыз сол кезде? Сіз мен менеджермін деп таныстырдыңыз ғой телефон арқылы. Сабыр сақтаңыз деймін. Сабыр сақтаңыз. Сіз басынан бастап өтірік айтып тұрсыз ғой бізге. Мен несіне өтірік айтамын? Мен сізден 1 теңге де алған жоқпын, шыны керек. Жоқ, неге мойныңды аласың барлығы? Қасың жоқ болса, неге мойныңды аласың? Жоқ, мен айтып тұрғаным дұрыс емес па? Бәрін өтірік бастап тұрсыз ғой өзіңіз. Қараңызшы, шешеміз де жатыр ғой. Ассалаумағалейкум. Участковый инспектор болмашы?
Сізді кім шақырды? Осы кісілер шақырды ма? Вызов писал екен осы жерде. Қараңыз, Руслан Утепбаев, журналист боламын. Мына қара халық Travel деген 5-ші қабаттағы организациядан қажылыққа путевка алған жолдама. Осыдан 2 күн бұрын кету керек болған. Бірақ міне, осы жерде тұр. Себеп путевка жоқ. Одан кейін мына кісілер, осы кісілердің, бұл кісілер енді сол компанияның өкілі ме әлде енді негізі жарнама беруші, жарнама алушы сол компанияны. Компанияның негізгі басшысы Ақтоты деген келіншек, ол қыз жоқ. Бірақ бұл кісі сол қыздың атынан уәде берген 9 күні, яғни бүгін мына кісілердің ақшасы қайтады деп. Ақшаларыңыз қайтты ма? Міне, ақшалар қайтпады. Енді бұл кісілер коллективіне арыз жазу керек. Иә, қай бөлімшеге барамыз? Жоқ, осына келеді группа шақырып қойдыңыз ғой? Жақсы болды. Ильяс, бір сұрақ қойыңызшы. Елге көмек деген қайырымдылық қорым бар ғой? Иә. Сол кезде сбор қандай счетқа түседі? Өзін айтшы, өзі айтсын. Қайырымдылық қордың счетына түседі. Счеты қандай? Қайсы? Официальный ресми счет бар ма? Ресми счет бар. Ақтотының счетін указать етесіңдер ғой, көрсетесіңдер ғой? Иә. Ақтотының счетымен де жұмыс істейсіңдер. Неге? Енді бұрыннан солай жасап келдік қой. Одан кейін қайырымдылық қордың жұмысы белгілі себептермен тоқтағаннан кейін мен ол жерден кеттім ғой. Кеттіңіз. Оған дейін 3-4 жыл жұмыс істедіңіз ғой. Демек Ақтоты деген сізге көлденең көк атты емес. Енді бұрыннан жұмыс жасадық қой, жұмыс жасамадық деп айтпаймын. Демек бұл Travel'ге сіздің жарнамалықтан бөлек директорлық қатысыңыз бар ғой? Директор емеспін. Ешқандай да ондай нәрсе емеспін. Мына видеоны көрейікші. Жылына жүздеген қаржыларды тегін жіберетін Travel компаниясы ашылды. Сіздер де хабарласыңыздар. Ең бірінші 30 ғұмыран ішінен сіздердегі де бұйырып қалсын жастар, ата-аналарыңызды хабарласып жіберіңіздер. Мына жерде бір қыз баласы жоқ қой, бәрі жаңа ер азамат қой. Неге Ақтотың өзі жүрмейді басшы ретінде? Сіз мені үйтіп күнәламаңыз. Наверное, үйтіп күлмеңіз сосын маған. Сіз мені үйтіп күнәламаңыз. Айтып отырмын ғой. Мен әйел де болсам, сіздің орныңызда болсам, тоқтай тұр, мен де сөйлеп болайын. Мен сіздердің алдарыңызда келіп, мысалы, дұрыс па? Көмектесем деп жүгіріп жүрген үшін сонда мені кінәлап тұрсыз ба? Тоқтай тұр. Мен айтып алайын. Мен не үшін саған күдік артып жатқанымды айтып алайын. Мен әйел де болсам, осындай жағдай. Енді мен бар, жоқ. Мен кінәлі емеспін, сіз мені кінәлайтын. Сіз маған өйтіп істейтін. Сен емес, сен емес. Мен сізге сіз деп тұрмын. Сіз де маған сіз деп тұрмын. әуре қылдың, иә, соншама қалыпты. Сіз өйтіп маған не істемеңіз. Не, сіз өйтіп, оны жауапкершілік алмасаң шығып кет бар. Ілияс мырза, сізге сенбей атқанымызға қараңыз, мен әйел де болсам, осындай жағдайға түсіп қалсам, егер Құдай сақтасын, мен осынша халықтың алдында позор болдым ғой деп, менің кінәмнан сол кісілер әуре болды ғой деп, алдынан күтіп алар едім. Местің еместерді сөйтіп орналастырайын. Тоқтай тұршы. Тоқтай тұршы. Мен жүгіріп жүрмін ғой, сіздерге кеше квартираларыңыз бәрін. Тоқтай тұр, айтайын, оған жетеміз. Тоқтай тұр, оған жетеміз. Төлеген жоқсыз сізді. Бесі. Бізге төлеген жоқсыз. Біз далада тұрық бүгін. 2 күнге тек қана 30 мың теңге беріп қойдыңыз. Өзі төлеп беріп айтпа, көмектесем сіздерге. Бүткіл WhatsApp-та жазған сообщениеңізді удалили, алдыңызда еще келіп алып. Кетіп қалған болар дейсіз. Қалай WhatsApp-тан просто так кетіп қалады сообщение, пока вы не удалите сами. Жақсы, маған ренжімейсіз. Тоқтай тұр. Содан кейін жүгіріп жүрмін дедің да, сағат 9-да осы жерде келетін адам понедельник болсын дедің, суббота воскресенье отвечать етпейді ешкім дедің. 9-дан біз сағат 4-ге дейін күттік. Осы жерде барлығы куә, иә? Сол ма жүгіргеніңіз, қанша звондап жатырмыз, 1 сағатта жеттің. Мынау тұрған қаскеленнен сіз 8 сағатта жеттіңіз. Мақұл, ол да кетсін. Бүгін 9-да бәрін орнына қойып беремін дедіңіз. Мен сізге сенбеймін дедім, тоқтай тұрыңыз. 2 миллион 200-ді бүгін қолма-қол жеткізіп беретін боласыз. Өлмей жармай беріңіз. Мақұл дедім. Мойныңызға алдыңыз үшін. Енді бір екеуінде кеткірсін, менде ақша жоқ деді. Сонда қалай сізге маған өйтіп жала жаппа дейсіз. Жала емес қой бұл. Көрініп тұрған нәрсе ғой. Ол ешқандай да жала емес қой. Жақсы, енді мынандай сұрақ қояйын. Жарайды, құрметті ағайындар, сабыр сақтайық. Иә, қазір полиция келеді, бөлімше группа, одан кейін арыз жаздар. Ильяс, негізгі қызметіңді тек өзің ғана білесің. Мен де білмеймін, халық та білмейді. Бірақ айтуынша тек жарнама жасадым дейсің. Осы халықтың алдында сенің қандай кінәң бар? Айтшы. Менің кінәм енді алдында келдім, жүрдім, жүгіріп жүрмін алдында. Маған да оқырмандарымыз ғой, енді қаржылар шығып жатыр, осылай болып жатыр. Ильяс мырза, өзіңіз араласыңыз дейді. Келіп жатырмын ғой, енді алдында 5-нен бастап кірістім. Бұл кісілердің алдында қандай кінәм бар, қандай айыбым бар? Бұл кісілердің алдында 100% айыбым жоқ негізі, бірақ көмектесем деп әрекет жасап жатырмын. Ильяс, нақты ашық сұрақ қойдым. Қандай айыбың бар? Менің айыбым жоқ бұл кісілердің алдында. Онда айыбың болмаса, жауапкершілік алып, неге осы жерге келіп жүрсің? Егер түк қатысың болмаса.
енді қорғаштап жатырмын ғой. Шыны керек қой. Кімнен қорғаштап жатсың? Мен де сіздермен де бәрімізбен де әрқайсымызбен сөйлесіп жатырмын енді. Может шешіліп кетер, сабыр сақтайық, мәселені сабыр сақтайық. Жақсы. Демек сіз халықты емес, Ақтотыны қорғаштауға келдіңіз ғой? Жоқ, Ақтотымыз халықпен де сөйлесіп жатырмын ғой. Мен әрқайсысына өздеріне соқтым. Мәселені шешеміз дедім, басшылықтар шешеміз дегесін мен соны айтып жатырмын. Ильяс сіздерді қорғап жатыр ма? Қорғап жатқан жоқ. Мен екі ортада сұрақ қоюшымын. Қараңыз, енді қараңыз. Халықтың жауабын естідіңіз. Тағы да сұрақ қоямын. Жігітсіз ғой, ер азаматсыз. Мына сұрақ жауап бермес бұрын есіңізде болсын, бұны бүкіл халық көреді. Мына халық емес. Мына халықтың алдында сіздің қандай айыбыңыз бар? Менің айыбым жоқ, 100%. Соңғы сөзіңіз ғой. Жақсы. Алмалы ауданы ма? Есіміңіз кім болады? Олжас болады. Олжас. Сіз кім боласыз? Журналистпін. Мына кісілер мені шақырған. 5-ші қабатта MM Travel деген қажылыққа баратын организация бар. Жетісі күні осы кісілер 30-дан асқан кісілер жетісі күні ұшу керек болған. Сонымен жетісі күні Атырау, Ақтау, Орал, Қостанай, Алматыға келеді. Билет жоқ, виза ештеңе жоқ. Сонымен бұл кісілер айтады, 9 күні ақшаларыңызды қайтарамыз, 12-сі күні қалғандарын ұшырамыз дейді. Қазір келіп тұр, я ақша қайтпаған, я виза жоқ. Олар енді коллективні барлықтары сол Алмалыға арыз жазу керек. Сіздер арызды алып, олар бұл кісілердің несі дәлелі бәрі бар. Договоры бар, Каспийден жіберген жаңағы переводтары бар, міне сертификаттары бар, бәрі бар. ИП ма бұл жерде? ИП, ИП MM Travel. Руководителі қайда қазір? Руководителі жоқ. Бірақ сол осы фирманың несі бар енді, адамы бар, міне Ильяс деген жігіт осы жерде жүр. Не істейсіздер? Қазір былай істейік, біз адамды роботаға апарайық. Сіздер тоже потерпевшіні роботаға келіңіздер. Мы должны каждого электронно опросить. Все, болды, жақсы. Заявление отобрать. Мен жаңа адамға звондадым да, ол кісі айтады, нет, вы должны приехать, чтобы вы здесь написали. Олай болмайды, бұл қылмыстық сот. Түсінікті. Қараңыздаршы, тергеушілер келді. Алмалыдан. Бұл кісілер айтып жатыр. Барлықтарыңыз біздің бөлімшеге барасыздар, барлықтарыңыздан жеке-жеке түсініктеме аламыз дейді. Дайынсыздар ғой? Иә? Мен ары қарай қайтам. Міне тергеушіге табыстадым. Жақсы ғой, ақпаратпен қолдайым. Келістік қой. Ардақты ағайын, өздеріңіз куәсіздер. Жетісі күні Ильяс Сариев уәде берген болатын, 9-ы ақша қайтады және виза дайын болады деп. Бүгін енді келдік. 11-де келдік. Ильяс өзі 2:30-да келді. Осы жерде мән жай белгілі болды, ақша да жоқ, виза да жоқ. Сонымен бұл кісілер топ болып Алмалы ауданының полиция басқармасына арыз жазды, арыз жазады. Арыз жазу үшін қазір барлығы сол бөлімшеге барады. Ильясты алып кетті бөлімшеге. Тергеушілер ары қарай енді не болатынын таяуда білетін боламыз. Бар ақпарат осы.